Қайырлы күн менің маржандай жарқыраған, алтындай қымбат оқырмандарым. Арнама тіркелуді, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Жаздың аптап ыстығы. Шағын ауылдың шетінде тұрған аяулым күнде таңғы 5-те тұрып, кітап пен дәптерін құшақтап, терезенің алдында ұзақ уақыт отыратын. Бұл әдеті ОБТ-ға дайындалып жүрген кезінен қалған. Әр бет ақтарған сайын, қиялында бір ғана арман қаладағы үлкен университетке түсіп, журналист болу. Сынақ күні келгенде жүрегі алып ұшып, қолы қалтырап, аудиторияға кіргенде бар білгені көз алдынан ғайып болды. Қағазға үңілген сайын қара терге түсті. Кей сұрақтар оңай көрінгенімен жауапты таба алмады. Мен дайындалдым ғой. Қалайша осылай? Деп өз-өзін жегідей жел. Сынақ біткенде достары мәз-мейрам шығып жатты. Біреулер менің балым жетеді деп айқайлады. Енді біреулер телефонға жүгіріп, ата-анасына сүйінші айтты. Аяулым ғана үнсіз тұрды. Қолындағы параққа қарауға батылы жетпеді. Күндер өткен соң нәтижесі шыққанда, оның ең үлкен қорқынышы шындыққа айналды. Балы жетпеді. Университетке түсе алмай қалды. Сол сәтте ол өзін әлемнің ең түпке тұрғысыз адамы сезінді. Үйдің ауласындағы орындыққа отыра қалып, көз жасын жасыра алмады. Анасынан естіген алғашқы сөздерде жүрегін одан сайын ауырлатты. Қызым, қайғыра берме. Бәрі Алланың сынағы. Бір есік жабылса, екіншісі ашылады. Бірақ аяулымға бұл сөздер жұбаныш бола алмады. Ол өзін арманына жете алмаған әлсіз жан ретінде көрді. Күндер бойы тамаққа тәбеті болмай бөлмесіне шықпады. Әлеуметтік желідегі сыныптастарының грантқа түстім, қалаға кетіп барамын деген жазбалары жанын жаралады. Түнде терезеден айға қарап отырып, іштей сыбырлады. Неге мен емес? Неге мен сүріндім? Ол сәтте аяулым әлі білмейтін еді. Дәл осы сүріну оның тағдырын мүлде басқа арнаға бұрып, жүрегін сынақтың ең қатал түрімен бетпе-бет әкелмек. Жаздың соңғы күндері еді. Күздің салқын самалы ауылға кіріп, күннің ыстығын басқан. Барлық құрбы-құрдастары үлкен қалаға кетіп жатты. Бірі медицинаға, бірі заңға, енді бірі техникалық мамандыққа оқуға түсіп жатты. Ал аяулым ауыл көшесінің шаңын басып, ойға батып жүрді. Ата-анасы күнде кешкі ас үстінде оны жұбатып, түрлі ұсыныстар айтты. Қызым, университет қашпайды ғой. Келесі жылы қайта тапсырасың. Әзірге колледжге түсіп, уақытыңды босқа өткізбе. Иә, деді әкесі де ауыр күрсініп, өмір алға жүре. Білімсіз болмайсың. Аяулым үнсіз тыңдап отыра берді. Оның жанын ауыртқаны тек оқуға түсе алмауы емес, өмірінің қалғаны босқа кетіп жатыр деген сезім. Ол өзін қатарластарынан қалып қойғандай көрді. Бірнеше күн ойланған соң, анасы айтқандай қаладағы педагогикалық колледжге құжат тапсыруға келісті. Қолында 1-2 құжаты бар, жас қыз алғаш рет үлкен қалаға жол тартты. Қала оны өз иіріміне тартып әкетті. Биік ғимараттар, көше бойымен ағылған көліктер, бөтен жүздер, бәрі оған қорқынышты да қызық та көрінді. Колледж ғимаратына кіргенде жүрегі алып ұшып, қорқыныш пен үміт аралас сезімге бөленді. Қабылдау комиссиясындағы адамдар оған күліп, жылы қарағанымен ішінде алай-дүлей толқын жүріп жатты. Бұл менің жаңа тағдырымның басы ма, әлде уақытша аялдама ғана ма? Деп ойлады ол. Күндердің күнінде оқу басталды. Алғашқы сабақтар, жаңа аудиториялар, бейтаныс студенттер. Әрқайсының арманы, мақсаты бар сияқты, ал өзі әлі де өз орнын таба алмай жүрді. Кейде сабақта отырған кезде терезеге ұзақ қарап, ойға бататын. Егер университетке түскенде мен қазір басқаша болар ма едім? Деген ой мазалай берді. Бір күні олардың тобына жаңа пәннен сабақ беретін оқытушы кірді.
Қырықтан асқан, сымбатты, өзін сенімді ұстайтын ер адам еді. Оның аты Ерлан. Дауысы қою, жүзі жылы көрінгенімен көзінде бір жұмбақ қаталдық бардай сезілді. «Балалар, сабағымызға қош келдіңдер», деді ол жай ғана. Бірақ осы сөздің өзі аудиторияны бір сәтке тыныштандырып, бар назарды өзіне қаратты. Аяулым сол сәтте Ерланға еріксіз назар салды. Оның әр сөзінен бір бедел, бір билік есіп тұрғандай көрінді. Мына кісі өзгеше екен, деп ойлады. Жаңа ортада өзін жалғыз сезінген қыздың жүрегінде әлдебір белгісіз толқу пайда болды. Бұл сезімнің бастамасы қайда апарарын ол әлі білмейтін. Аяулым үшін алғашқы апталар тез өтіп жатты. Колледждің қабырғаларына үйренгендей болғанымен, ішіндегі бос сезім әлі кетпеді. Сабақтарға барып жүрді, достар тапты, бірақ жүрегінде бір қуаныш, бір от жетіспейтін. Ал Ерланның сабағы басқа оқытушылардыкінен мүлде бөлек еді. Ол аудиторияға кіргенде студенттердің бәрі тып-тыныш болып қалатын. Оның әр сөзі салмақты, әр қимылы сенімді. Жай ғана тақырыпты түсіндіріп тұрса да, студенттердің бәрі қызығып тыңдайтын. Бір күні сабақ біткен соң, Ерлан дәптерлерді жинап жатып, аяулымның партасының қасында тоқтады. Қыздың дәптеріндегі оқыпты жазуды көріп, «Сенің қолжазбаң әдемі екен. Тәртіпті қызсың ба қалай?» деп жылы жымиды. Осы бір қарапайым сөзден-ақ аяулымның беті қызарып кетті. Ол басын изеп қана қойды. Сол сәтте жүрегі атқақтап, бойын белгісіз бір толқу биледі. Содан бастап ол өзін өзгеше сезіне бастады. Сабаққа барғанда басқа емес, тек Ерланды көруді күтіп жүретін болды. Ол сөйлегенде аяулымның жан дүниесі түгел тыңдап, әр сөзін жадына түйгендей еді. Бір күні дәлізде күтпеген жерден Ерлан екеуі бетпе-бет кездесті. Қыз қолындағы кітаптарын құлатып алды. Ерлан иіліп, кітаптарды жинап беріп жатып, «Сақ болу керек қой», деді жай ғана. «Рахмет», деді аяулым ақырын ғана. Сол сәтте олардың көздері тоғысты. Қарапайым ұстаз бен студент арасындағы қарапайым жағдай сияқты еді, бірақ аяулым үшін бұл жүрегінде ерекше із қалдырды. Кейіннен сабақтан кейін ол кейде қасында тоқтап, сұрақ қоятын болды. «Үйреніп жүрсің бе, тақырып қиын емес пе?» дегендей қарапайым сөздер айтатын. Бірақ сол сөздердің өзі қыздың көңілін көкке көтеретін. Аяулым күнделігінде алғаш рет мойындады, «Мен оны күтемін. Мен үшін әр күні оның сабағымен ғана қызық». Ал Ерлан болса, сырт көзге ештеңе білдірмеді. Бірақ ішінен ол да аңғарған, нәзік, аңғал қыздың жанарында оған деген сенім мен іңкәрлік бар еді. Бұл, тыйым салынған, бірақ басталып кеткен құмарлықтың алғашқы ұшқыны болатын. Аяулым күн сайын өзгере бастады. Бұрынғыдай мұңды емес, көңілі көтеріңкі, көзінде от пайда болды. Топтағы қыздар оның сырын байқап, ғашық болып жүрген сияқтысың деп әзілдейтін. Бірақ ол күліп қана қоятын. Өзінің жүрегінде не болып жатқанын ешкімге айтуға батпайтын. Ерлан болса бастапқыда тек ұстаздық қана міндетін атқарып жүргендей көрінетін. Бірақ күндер өткен сайын ол да аяулымға жиірек назар аударды. Сабақ кезінде қыздың жауабын мақтап, кейде мысқылдап, кейде қамқорлық танытып отырды. Бір күні сабақтан соң аудиторияда студенттердің бәрі тарап кеткенде, аяулым жалғыз қалып, тапсырмасын жазып отырған. Ерлан да қағаздарын жинап жатқан еді. Қыздың оқыптылығына сүйсінгендей жақындап келіп, «Сен өзгеше қызсың», деді ол кенеттен. Аяулым оның жүзіне таңырқай қарады. «Неге олай айтасыз?» деді ол сыбырлап. «Өйткені сенде арман бар. Қалғандары сабақ үшін оқиды, ал сен басқаша. Сенде көздің оты бар», деді Ерлан жай ғана.
Бұл сөздер қыздың жүрегін дір еткізді. Әлі ешкім оған мұндайды айтпаған. Қыздың бойын бір жылылық қаптады. Сол сәтте ол өзін ерекше сезінді, жай ғана студент емес, ерекше бір жан ретінде. Кейіннен Ерлан жиі кішігірім сылтаулар тауып, қызбен жеке сөйлесетін болды. Бірде дәлізде тоқтатып, үйің қай жақта? Қалаға үйрендің бе? Деп сұрады. Үйреніп келе жатырмын деді, аяулым ұялып. Қала оңай емес, қыз балаға тіпті. Қиындық көрсең, маған айта бер деді ол көзін тік қадап. Бұл сөздер әкелік қамқорлық сияқты естілгенімен, қыздың жүрегінде өзгеше әсер қалдырды. Уақыт өте келе олардың арасында бір жасырын түсіністік қалыптасты. Сабақта Ерлан көз қиығымен оған қараса болды, қыздың беті қызарып, жүрегі дүрсілдеп кететін. Кейде ол әдейі сұрақ қойып, оның даусын есту үшін кідіріп қалатын. Бір күні ауа райы бұзылып, жаңбыр құйып тұрды. Аяулым қолшатырын үйде ұмытып кеткен еді. Сабақтан шыққан кезде дәлізде жалғыз тұрды. Сол сәтте Ерлан жанынан өтіп бара жатып тоқтап, жаңбырда қалай барасың? Жүр, сені жеткізіп тастайын деді. Қыз алғашында қарсылық білдірмек болды, бірақ сыртта құйып тұрған жаңбырды көргенде үнсіз келісе кетті. Көліктің ішінде үнсіздік орнады. Терезеден аққан жаңбыр тамшылары әуен секілді тырсылдап, жүректеріндегі құпия толқуды бүркегендей. Ерлан бір сәт қызға көз қиығымен қарап, сен әлі баласың. Бірақ сенде бір нәрсе бар деді жұмбақтап. Аяулымның жүрегі атқақтап кетті. Ол жауап таба алмай, тек күлімсіреп қойды. Осы сәттен бастап олардың арасындағы байланыс мықтылана түсті. Бұл жай ғана ұстаз бен шәкірт арасындағы әңгіме емес еді. Бұл екі түрлі әлемнің, екі түрлі жастың жүрегін жақындатқан қауіпті құмарлықтың алғашқы қадамы болатын. Аяулым күн сайын Ерланды көруге асығатын болды. Сабаққа кешігіп қалудан қорқып, әрқашан бірінші келетін. Оның аудиторияға кірген сәтін көру өзі үшін бір мереке іспетті. Жай ғана дауысын естігенде де жүрегі дір ете түсетін. Ал Ерлан да бұрынғыдай емес, қызға көбірек көңіл бөліп кетті. Қалған студенттерге қарағанда аяулымның жауабын тыңдап, мақтап қоятын. Қыздың жанары мен ұяң күлкісінде өзін жасартатын бір нәрсе бардай көрінді. Жасы 40-қа келгеніне қарамастан, ол қыздың қасында өзін жас жігіттей сезінетін. Бір күні сабақтан кейін аяулым аудиторияда жалғыз қалып қойды. Ерлан құжаттарын жинап, шығып бара жатып, терезенің қасында отырған қызға көз тастады. Қыздың ойға батып отырғанын көріп тоқтады. Не болды, ойлысың ғой? Деді ол жай ғана. Аяулым селт етіп, мұғаліміне қарады. Ештеңе, тек. Кейде өзімді жалғыз сезінемін деді, даусын бәсеңдетіп. Ерлан жақындап келіп, орындыққа отырды. Қыздың жүзіне ұзақ қарап, баяу ғана сөз бастады. Жалғыздық ең ауыр сезім. Бірақ кейде ол бізді шыңдайды. Қыздың жүрегін жылытқан бұл сөздер емес еді, оны жылытқан, дәл қазір қасында отырған, көзінен мейірім төккен Ерланның өзі болатын. Сол сәтте олардың арасында үнсіздік орнады. Тек жүректерінің дүрсілі ғана естілгендей болды. Ерлан бір сәт өз-өзін тоқтата алмай, қыздың қолына қолын қойды. Аяулымның бүкіл денесі дір ете қалды, бірақ қолын тартып алмады. Сіз, деді ол сыбырлап, бірақ сөзін аяқтай алмады. Ерлан оның көзінен жауап іздегендей қарады. Қыздың ұяң, бірақ бас тартпай тұрған жанарынан ол бәрін түсінді. Бұл сәттен кейін олардың арақатынасы өзгере бастады. Алғашқыда ұяң қимылдар, жасырын көзқарастар, қысқа әңгімелер. Кейін құпия кездесулерге ұласты. Олар колледжден тыс жерлерде, шағын кафеде, бос саябақта кездесе бастады. Әр кездесуде жүректері жақындай түсті.
Бірақ екеуі де жақсы түсінді, бұл қоғамға сыймайтын, тыйым салынған сезім. Аяулым алғаш рет махаббаттың дәмін таттым деп ойлады. Ол өзін әйел сезінді, жүрегінде от жанды. Ал Ерлан болса құмарлықтың шырмауында еді. Жас қыздың нәзіктігі, аңғал күлкісі оның жанын билеп алды. Bir күні Ерлан оған қарап тұрып жай ғана айтты: "Сен менің өміріме кешкірдің. Бірақ дәл қазір мен сенсіз бола алмаймын." Бұл сөздер қыздың жүрегін елжіретті. Ол да соны сезінетінін білу оның ең үлкен бақыты еді. Алайда бұл бақыттың көлеңкесі де бар еді. Олар екеуі де жақсы түсінді, бұл құмарлықтың арты неге апарарын, қоғам қалай қабылдайтынын. Бірақ дәл қазір оларды тоқтата алатын күш жоқ болатын. Бұл қайтар жолы жоқ соқпақтың басы еді. Ерлан мен аяулымның кездесулері құпияға толы болды. Алғашқыда саябақ, кафелерде ғана жолықса, уақыт өте олар жалдамалы пәтерде кездесуді әдетке айналдырды. Қала шетіндегі елеусіз, шағын пәтер олардың жасырын әлеміне айналды. Сол жерде олар шынайы бола алатын, ешкімнің көзі түспейтін, уақыт тоқтағандай сезілетін. Әр жолы пәтердің есігі жабылғанда, аяулым жүрегін толтырған ауыр ойларды ұмытып, өзін тек бақытты әйел ретінде сезінетін. Ерлан оны құшақтап, жылы сөз айтқанда, сырттағы дүниенің бәрі жоғалып кететіндей. Бірақ бақыттың бұлтты күні ұзаққа созылмайды. Bir күні аяулым пәтерде жалғыз күтіп отырды. Ерлан кешігіп келді. Оның жүзі шаршаңқы, көзі ойлы еді. Қыз бұған мән бермей, жымиып қарсы алды. Бірақ Ерлан қолындағы телефонын үстелге қойғанда, экранда балалардың суреті жарқ ете қалды. Аяулымның жүрегі бірден қысылып кетті. "Бұл кімдер?" деді ол дірілдеген дауыспен. Ерлан селт етті. Телефонын асығыс жауып қойып қызға қарады. Bir сәт үнсіз қалды. "Балаларым", деді ақырын ғана. Аяулымның денесі мұздап кеткендей болды. Балаларын деген сөз құлағына қайта-қайта жаңғырып тұрды. "Сіз үйленгенсіз бе?" деді ол даусы әрең шығып. Ерлан көзін төмен салды. "Иә", деді ол, "әйелі 2 балам бар." Бұл сөздер қыздың жүрегіне найзадай қадалды. Бойын намыс пен қорқыныш, ашу мен қорлық аралас сезім билеп кетті. Ол орнынан атып тұрып, терезеге қарады. "Неге айтпадыңыз? Неге басынан жасырдыңыз?" Ерлан жақындап қолынан ұстағысы келді. "Аяулым, сен мені түсін. Мен сені алдағым келмеді. Бірақ сені көргеннен кейін бәрі өзгеріп кетті. Сен мені жасарттың. Сен мені тірілттің. Ал мен ше?" деді қыз көзінен жас парлап. "Менің жүрегім, менің арманым ше? Мен сізді адал көрдім." Ерлан үнсіз қалды. Оның да жүрегін әлдебір ауыр сезім тырнап жатты, бірақ ол өз шындығын өзгерте алмайтынын білді. Ол әке, ол күйеу, бірақ сонымен бірге бұл нәзік қыздың жанын өзіне байлап қойған еді. Көпке дейін үнсіз тұрды. Сосын жай ғана сыбырлады: "Мен сені тастамаймын. Тек түсін. Сен менің өмірімнің екінші бөлігісің." Бұл сөздер аяулымның жүрегін одан сайын жаралады. Бірақ соған қарамастан, ол қолын тартып ала алмады. Құмарлықтың, жүректегі әлсіздіктің шырмауы оны ұстап тұрды. Осылайша жалдамалы пәтер олардың құпия махаббатының ғана емес, ауыр шындықтың мекеніне айналды. Қыздың аңғалдығы біртіндеп сөнді, орнына қиналған әйелдің жүрегі пайда болды. Бірақ ол әлі де кетіп қала алмайтын. Сол сәттен бастап аяулым екіге бөлінгендей өмір сүрді. Күндіз колледждің қарапайым студенті болса, кешқұрым жалдамалы пәтерде біреудің жасырын махаббаты еді.
Аяулымның өмірі екі түрлі дүниеге бөлінді. Таңертең ерте колледжге асығып, қатарластарымен бірге күліп жүргендей көрінетін. Сабақта мұқият тыңдап, дәптеріне ұқыпты жазып отыратын. Бірақ жан дүниесінде әрбір күн күрделі соғысқа айналған еді. Жүрегі мен ақылының соғысы. Жүрегі Ерланды аңсады. Оның әрбір жылы сөзі, әрбір назары қызды өзіне байлап қойғандай. Қыз оған барған сайын тәуелді болып бара жатқанын сезінді. Ал ақылы болса, айқай салып, өзіне тоқтау салғысы келді. Бұл дұрыс емес. Сен бөтеннің күйеуін сүйіп жүрсің. Ертең бәрі белгілі болса, адамдар не айтады? Ар ұят қайда? Кей түндері ол төсегіне жатып алып, көз жасына ерік беретін. Неге дәл мен? Неге тағдыр мені осылай сынайды? Деген ойлар мазалайтын. Кейде ол бәрін тоқтатуға бел буатын, бүгіннен бастап Ерланға жоламаймын деп шешетін. Бірақ келесі күні оның жүзін көргенде барлық уәдесін ұмытып, қайтадан сол бір жылылықтың құшағына еніп кететін. Жалдамалы пәтер олардың құпия әлемі болып қала берді. Әр барған сайын қыз өзін бақытты сезінгенімен шыққан сәтте жанын күйзеліспейтін. Көшеде жүріп, айналадағы адамдардың сыбырлағандай болатынын сезді. Мына қыз ұстазымен жүр. Көрдің бе, анау студент? Деген қияли дауыстар маза бермейтін. Бірде ол айнаға ұзақ қарап қалды. Бұрынғы аңғал, арманы асқақ қыздың орнына бейнесінен әлдебір мұңды әйелді көрді. Қарашығындағы от сөнгендей. Мен кімге айналдым? Деп сыбырлады ол өзіне. Осы ойлар жанын жегідей жеп жүрген күндердің бірінде ол дос қызы Айданамен сөйлесті. Айдана көңілді, ашық мінезді еді. Аяулым, сен өзгеріп кеттің. Бұрын бәрімізбен күліп жүретін ең. Қазір құпияң бардай, бір түрлісің деді ол. Аяулым бір сәт сырын айтқысы келгенімен тілі байланып қалды. Айтсам, мені түсінеме? Әлде жек көріп кетер ме? Деген қорқыныш жеңді. Ол тек күліп, жоқ, бәрі жақсы деді. Ішінен ғана сыбырлады. Егер бәрін айтсам, сен мені кешірмес едің. Ерлан болса екі өмірдің ортасында жүрген адамға айналды. Күндіз ол отбасылы, балаларына қамқор әке, қоғам алдында сыйлы ұстаз. Ал кешке аяулымның құшағында өзін жас сезінетін ғашық жан. Бірде пәтерде отырған кезде аяулым оған, сіз екі өмір сүріп жүрсіз. Қалай шыдайсыз? Деді көз жасын тыя алмай. Ерлан ауыр күрсінді. Сен менің әлсіздігімсің, аяулым. Мен сені қоя алмаймын. Бірақ отбасыма да опасыз бола алмаймын. Бұл сөз қыздың жүрегін екіге бөлді. Ол өзін тек екінші орын сияқты сезінді. Бірақ қанша қиналса да Ерланнан алыстай алмады. Әрбір күн ар мен сезімнің күресіне айналды. Жүрегі сүйсе де ақылы қарсы тұрды. Ал тағдыр болса, бұл соғыстың шешімін кейінге қалдырғандай, оларды одан сайын шырмап бара жатты. Күздің қарасуық кештерінің бірі еді. Жалдамалы пәтердің терезесін жаңбыр тамшылары тынымсыз соғып жатты. Бөлмеде тек шамның әлсіз жарығы ғана бар. Аяулым диванның шетінде үнсіз отырды. Көңілі беймаза. Ерлан әдеттегідей асықпай кіріп келді. Қыз оның жүзіне қарауға батпады. Соңғы күндері ойларынан маза кетті. Мен не істеп жүрмін? Бұлай жалғаса бере ме? Әлде бәрін тоқтату керек пе? Ерлан оның қасынан жайғасып, қолынан ұстады. Сен өзгере бастапсың деді жай ғана. Көңіліңде бір нәрсе бар. Аяулым көз жасын әрең тежеді. Мен шаршадым. Өзімді күнде алдап жүргендеймін. Сізде отбасы бар. Ал мен ше? Мен кіммін сіз үшін? Ерлан біраз үнсіз қалды.
Бойынан ауыр күрсініш шықты. Сосын қыздың қолын қыса түсіп, аяулым. Сен мен үшін жай ғана көңілдес емессің. Сен менің жүрегімде барсың. Бірақ мен отбасымды тастай алмаймын. Балаларым. Оларды қиып кете алмаймын. Онда мен қайда қалам? Деді қыз шыдай алмай. Менің өмірім ше? Осы сәтте Ерлан оның жанарына тіке қарады. Көзінде шешімді бір байсалдылық бар еді. Мен сені тоқал етемін. Бұл сөзді естігенде аяулымның денесі мұздап кетті. Тоқал. Деді ол сыбырлап. Сонда менің арманым, менің намысым қайда қалады? Ерлан оның иығына қолын қойып, қызым, бұл өмірдің заңы. Бір еркек екі отбасын асырай алады. Мен сені жалғыз қалдырмаймын. Саған бөлек үй, бөлек жағдай жасаймын. Ештеңеге мұқтаж болмайсың. Аяулымның жанары жасқа толды. Оның арманы бір кездері университет, жаңа өмір, үлкен қалада биікке шығу еді. Ал қазір алдындағы адам оған тоқалдықты ұсынып отыр. Қыздың жүрегі шыңырауға құлағандай ауырлады. Сонда мен, сіздің жасырын өміріңіздің бір бөлігі боламын ба? Деді ол даусы дірілдеп. Сен менің әлсіздігімсің. Мен сені қоя алмаймын. Тоқалдық бұл жаман нәрсе емес. Қазақтың салтында бар. Тек қоғам түсінбейді. Бірақ біз үшін ол шешім, деді Ерлан қатқылдау үнмен. Қыз орнынан тұрып терезеге жақындады. Сыртта жаңбыр құйып тұрды. Қараңғы көше шамдарына тамшылар шағылысып, көз жасына ұқсап ағып жатты. Оның іші қан жылап тұрды. Аяулым ішінен айқай салғысы келді. Мен тоқал болу үшін жаратылған жоқпын. Менің де өз жолым бар. Бірақ ол сөздерін дауыстап айта алмады. Жүрегі Ерланға байланып қалған еді. Сол кеште ол алғаш рет өз тағдырына қарсы тұра алмайтынын түсінді. Ерлан айтқан тоқалдық ұсынысы оның өмірін мүлде басқа арнаға бұрды. Бұл шешім бақытқа жету жолы ма, әлде қайғыға бастайтын соқпақ па, оны уақыт қана көрсетпек. Ерланның ұсынысын қабылдаған күннен бастап, аяулымның тағдыры мүлде басқа арнаға бұрылды. Ол енді жасырын ғана емес, ресми түрде екінші отбасының бір бөлігіне айналды. Әрине, ресми деген аты ғана, ешқандай заңды құжатта, тойда болған жоқ. Тек Ерланның уәдесі мен қамқорлығы бар еді. Ол қызға қала шетінен шағын пәтер жалдап берді. Жиһаз да алды, ыдыс-аяқ та қойды. Бұл сенің орның, сенің үйің, деді. Аяулым алғашында қуанды, өз баспанасы бар адамдай көрінді. Бірақ алғашқы түні жалғыз қалғанда, бөлме қабырғаларына қарап отырып, жүрегін мұң басқанын сезді. Бұл бақыттың мекені емес, құпияның, жалғыздықтың мекені. Ерлан аптасына бірнеше рет келетін. Келе сала әкелген азық-түлігін тастап, қыздың қасында қалып қоятын. Бірде жаңа көйлек әкелсе, бірде қымбат иіссу алып келетін. Саған ештеңе жетпесін дейтін ол. Аяулым сырт көзге мұңсыз көрінуге тырысты. Бірақ ол тереңде бір шындықты сезді. Ерлан әрқашан асығыс. Оның өмірі бөлінген. Таңертең әйелі мен балаларының жанында, кешкісін қысқа уақыт қана аяулымның қасында. Бір күні түннің бір уағында ол телефон соқты. Бүгін келе алмаймын, деді дауысы суықтау. Балалар ауырып қалды. Сол түні аяулым жалғыз жатты. Терезенің ар жағында қар жауып тұрды. Ол көрпесіне оранып жатып, көз жасына ерік берді. Өзінің қайда екенін, кімнің рөлін ойнап жүргенін түсінбей кетті. Қос өмірдің шырмауында жүрген аяулым күндердің күнінде бұл жолдың ұзаққа бармайтынын түсінді. Ерланның әрбір кешіккені, әрбір сылтауы, әрбір асығыс қоштасуы оның жүрегін жаралай берді.
Ол өз-өзін жоғалтып бара жатқанын аңғарды. Бір күні ол ауылына барды. Қарт анасы қызын көріп, «Қызым, жүзің сынық екен. Сенің көзіңде баяғы от жоқ. Не болды саған?» деді алаңдаулы үнмен. Аяулым үнсіз құшақтай салды. Бірақ көз жасы еріксіз ағып кетті. Сол сәтте ол бір нәрсені түсінді: менің орным осында. Өзімнің таза өмірім болуы керек. Екінші болып жүруден шаршадым. Ауылға келгеннен кейін көп ұзамай ол ажырасқан бір еркекпен танысты. Оның аты Қайрат. Жасы 40-қа таяп қалған, шаруақор, қолынан іс келетін адам еді. Бірақ бір кемшілігі бар, өте қызғаншақ болатын. Алғашында аяулым қорықты. Тағы да қателесем бе деген күдік болды. Бірақ Қайрат оған бір-ақ нәрсе айтты: менің әйелім бол. Мен сені ешкіммен бөліспеймін. Сен менің бәйбішем боласың. Бұл сөз жүрегін жылытты. Өйткені аяулым алғаш рет өзін толыққанды әйел сезінді. Ол біреудің құпиясы емес, біреудің шын мәніндегі жары болуға лайық екенін ұқты. Уақыт өте олар шағын той жасап, ауылда бірге тұрды. Аяулым 3 баланы дүниеге әкелді. Балалардың күлкісі үйді шаттыққа толтырды. Қайрат қызғаншақ мінезін көрсетіп, оны ешқайда шығармайтын, кейде тым қатал болатын. Бірақ аяулым оған да төзді. Себебі ол енді тоқал емес, ешкімнің көлеңкесінде емес. Әр баласын құшағына алған сайын ол іштей сыбырлайтын: міне менің бақытым. Бұлар менің тірегім, менің өмірімнің жалғасы. Қайраттың қызғаншақтығы кейде жанын қинағанымен ол өзін бақытты сезінді. Себебі ол бір еркектің бәйбішесі, үйінің отын маздатқан анасы еді. Бұл оның арманына жеткен жаңа жолы болатын. Жылдар жылжып өтті. Аяулымның отауы балалардың шат күлкісіне толды. Қайраттың қызғаншақ мінезі күн өткен сайын айқынырақ байқала бастады. Ол әйелін ешқайда шығармайтын. Саған ауылдың тіршілігі жетеді дейтін ол. Үйің бар, балаң бар. Сыртқа нең бар? Аяулым кейде құрбыларына барғысы келетін. Бір-екі рет мектептегі ескі достарымен кездеспек болғанда, Қайрат қатты ашуланды: не шаруаң бар оларда? Саған күйеуің жетпей ме? Осы сөздер қыздың жүрегін ауыртса да, ол үндемейтін. Себебі ол бұрынғыдай құпия тоқал емес. Ол бір әулеттің бәйбішесі, 3 баланың анасы. Аяулымның жүрегіне шынайы бақыт сезімі балалармен бірге келген еді. Балаларын киіндіріп, мектепке дайындап, үйін реттеп жүргенде ол өзін нағыз әйел сезінді. Қайраттың қызғаншақтығы кейде түнде де мазасын алатын. Мысалы, ол тіпті телефондағы таныс құрбыларына дейін қызғанатын. Анау кім? Неге жазды саған? деп сұрақтың астына алатын. Аяулым кейде жылап қалатын. Бірақ таң ата көз жасын сүртіп, балаларын оятып, күлкісін қайтаратын. Ол іштей түсінетін: Қайраттың қызғаншақтығы оның әлсіздігі. Ол өзін жоғалтып алудан қорқатын. Ауылда бір сөз бар: қызғанбайтын еркек еркек емес. Бірақ Қайраттың қызғанышы шектен шығып, әр күнін уайымға айналдыратын кездері болды. Дегенмен аяулым оған да төзді. Себебі ол өзінің өмірін бұрынғы жалдамалы пәтердегі жалғыз түндермен салыстырды. Ерланның асығыс қоштасуын, тоқалдықтың ащы дәмін есіне алды. Сосын өз-өзін жұбататын: мен тоқал емеспін. Мен бәйбішемін. Мен осы үйдің қожайыны, мына балалардың анасы. Ол үшін осы мәртебе бәрінен биік еді. Кейде түн ортасында балаларын құшағына алып терең күрсінетін. Қайраттың қаталдығына қарамастан, ол жүрегінде тыныштық тапқан. Себебі өмірінің мәні бар еді: 3 бала, бір шаңырақ,
және әйел деген толыққанды мәртебе. Бұл қызғаныштың көлеңкесінде болса да, аяулымның шынайы